алгоритмі деп жазып аламыз. Еске түсіреміз. Яғни бақшаға, бау бақшаға барамыз. Кім бақшадан қанша шие тегісі келеді? Бақшадағы шиенің атын қарасаңдар, біздің өтілген тақырыптарымыз бойынша формулалар бар. Келе ғой. Қалаған. Оқшыларға қара, дауыстап оқып. Периметрдің формуласын жаз. Периметр формуласын жаз. Дұрыс па балалар? Жақсы. Келесі кім? Бақыт келеді. Айзере келеді. Бақшаға барып, қалаған шиемізді таңдаймыз. Оқушыларға қарап, дауыстап оқып береді. Ауданның формуласын жаз. Ауданның формуласы дейді. Жақсы. Дұрыс па балалар? Керемет. Қалаған шиені ала ғой. Оқушыларға қарап, дауыстап оқып береді. Бағанның формуласын жаз. Бағанның формуласын жаз. Жақсы. Окей. Дұрыс па балалар? Соңғы шиемізді аламыз. Құнның формуласын жаз. Құнның формуласын жаз. Жақсы. Жазалым. Бағасын. Керемет. Дұрыс па? Жартымыз жақсы меңгергенбіз, жартымыз әлі оқудамыз. Сондықтан формулаларды күнделікті Жазамыз. жаттап жүреміз. Түсіндің бе? Жақсы. Ал енді бүгінгі біздің тақырыбымыз балдар, қараңдар. Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі дейді. Яғни көбейту мен бөлу алгоритмі балдар біз неше күннен бері баған түрде көбейтіп бөліп жүрміз. Жақсы. Енді кітапқа қараймыз. Бірінші тапсырмаға қараңдар. Бірінші тапсырмада былай депті. Кесте бойынша кітапқа қараймыз. Ұшу ұзақтығы қандай? Талғат Мұсабаевтың тәулікпен өлшегендегі жалпы ұшу ұзақтығы қандай дейді. Енді балдар, қараңдар. Біз естерінде болса, осы Қазақстан еліміздің ғарышкерлерін жаратылыстану пәнінен өткенбіз, қараңдар, математика пәніне жаратылыстану пәні де байланысқан екен. Ал енді есімізге түсіріп қояйық. Тоқтар Әубәкіров дегеніміз ол кім еді? Ғарышкер. Ең алғашқы ұшқан ғарышкер отандығымыз біздің. Ал кімнің есінде? Қай жылы, қай күні ғарышқа ұшқан күні? 1927 жылы сәл шадастым. 1991 жылы. 1991 жылы 2 сәуірде Тоқтар Әубәкіров алғаш рет ғарышқа ұшқан күні екен. Ал енді кестеге қараңдар балдар. Ғарышқа ұшқанның кемесінің атауын қараңдар. Союз МТ-13 деген кемесінің атауы екен. Енді сендерге бұлай сөйлесеңдер болады. Керемет. 168 сағат және 22 сағаты бар. Қосыңдар 168 сағатқа 22 сағатқа. Керемет. 190 сағат Тоқтар Әубәкіров ұшуының ұзақтығы 190 сағатқа созылған екен. Керемет. Ал келесі қараңдар.
Талғат Мұсабаев. 125-ті 24 тәулікке көбейтіңдер қазір. Bir жыл? 3 мың деп. Керемет. 3 мың. Енді сол 3 мыңға 22 сағатты қосыңдар және. 207-ні көбейтіңдер 24 сағатқа. 200 тәулікті 24 сағатқа көбейтеміз. Тез. Қателеспейміз. 400 да қой. Қаншаға? 400. 228. 4 мың өйткені 207 тәулік 24 сағатқа көбейтіңдер. 207-ні 24 сағатқа. Есептедік па? 4968 сағат. Енді сол 4968 сағатқа 12 сағатты қосатын болсақ балдар, 4980 сағат болған екен. Талғат Мұсабаевтың ұшу ұзақтығы сонша сағатқа созылған екен. Келесі қараңдар, 7 тәулік 22 сағат дейді. Анау бірінші тұру. Қанбек шыға ғой. Каптадан бұл жасын дайын тұру. Сәбін қалдырам. Үшті тексереміз. Тексеру бар. Біреуін көрсетіп қоям, қалғанын солай шығарамыз. Қой шығарамыз? Сәлем. Есепте және дұрыстығын тексердік. Келесі тапсырмамыз 14 сантиметрді көбейтеміз 3-ке. Яғни қараңдар балалар, мына тапсырмаға қарайтын болсақ, есепті көбейту кестесінің есебін өлшем бірлігімен берілген, иә? Өлшем бірліктеріміз дегеніміз ол сантиметр, метр, метр және дециметр. Енді қара, қалай оны орындаймыз? 3 жердегі 4-дің 12, екісін жазамыз. 3 жердегі 1-ің 3, яғни 2 сантиметр. Бұны қалай тексереміз? 42-ні 3-ке бөлеміз. Керемет. 42-ні 3-ке бөлеміз. Бірден берем, Иә. бір жердегі 3-ің